Мәтіндік құжаттарға сілтемелер мен гиперсілтемелерді қалай қою керек екенін үйрендіңдер. Енді құжаттар дайындау барысында мазмұн жасауды үйренетін боласыңдар. Мазмұны деген не? Құжаттар дайындау барысында оның мазмұнын жасау тиімді. Себебі қандай да бір ақпараттың қай бетте жазылғанын, қандай ақпараттар берілгенін табу оңай әрі ыңғайлы болады. Мазмұны құжаттағы тақырыптар тізімі, мәтіндік құжаттың құрылымдық элементі. Мазмұны беттерінің нөмірі көрсетілген тақырыптардың тізімі және объектілердің атауы мен адресінен тұратын кесте түрінде жасалады. Сендер де өз оқулықтарыңды ашып қарасаңдар, мазмұнын көре аласыңдар. Тақырыптар беттер бойынша тізімделіп жасалғанын байқауға болады. Барлық оқулықтарда, кітаптарда, әдеби құжаттарда, ресми құжаттардың барлығында мазмұнын болады. Мазмұнын құру кезеңдері: бірінші, құжат дайындап, құжаттың мазмұнына қарай тақырыпшаларға бөлу. Екінші, тақырыпшаларды нөмірлеу. Үшінші, бірінші тақырыпшаға меңзерді қою. Төртінші, сілтемелер. Мәтін қосу командасын орындап, барлық тақырыпшалар деңгейін таңдау. Бесінші, меңзерді мазмұны қойылатын орынға қою. Құжатты рәсімдеуге байланысты басына немесе соңына қою. Алтыншы, сілтеме, мазмұнының түрі командасын орындау қажет. Мәтіндік құжаттарды стильдермен безендіру үшін мәтінді ең бірінші жазып аламыз. Кез келген: біздің ауылға көктем келді. Біздің ауылға көктем келді. Текстіміз: егер бізге берілген мәтін жазу барысында қарапайым берілген мәтін түрі ұнамаса, онда стильдерді пайдаланып мәтін түрін өзгертуге болады. Ол үшін бірінші текстімізді ерекшелеп алып, главная бөліміндегі стиліге барамыз. Сол кезде өзімізді қажетті кез келген стильді қолдансақ болады. Стильді қолдану осылай жүзеге асырылады. Мәтіндік құжаттарда мазмұнды қолдан жасау үшін меню қатарынан ссылки, яғни сілтемелер бөлімінен оглавление бөліміне барамыз, яғни мазмұны бөліміне. Осы жерде ручное оглавление, яғни қолдан мазмұнын жасау бөліміне таңдайтын боламыз. Таңдағаннан кейін өзімізге мазмұндарды өзгертсек болады. Мазмұны, мысалы, кіріспе, тақырып, осылай жаза береміз. Яғни біз бұл жерде мазмұнын қолдан жасаумен жұмыс жасап отырық. Келесі бізде әрекет мазмұнын жаңалау. Құжаттағы мәтінде өзгерістер болған жағдайда құжат мазмұнын жаңалау қажеттілігі туындайды. Кестені жаңалауымыз үшін меню қатарындағы сілтемелерде мазмұны бөлімінен обновить таблицу, яғни кестені жаңалау батырмасын басамыз. Сол кезде бізде терезе пайда болады, яғни мазмұнын жаңалау терезесі бізден сұрап тұр. Тек қана бет нөмірлерін жаңалайын ба, әлде барлық толық жаңалау жасайын ба деп. Бізге керек, біреуін таңдау арқылы ОК батырмасын басып, жаңалауды жүзеге асыратын боламыз. Егер де бізге бұл мазмұны ұнамай басқасын жасағымыз келсе, онда оглавление, яғни мазмұн бөлімінен
удалить оглавление, яғни мазмұнды жою батырмасын басу арқылы жоя аламыз.